Биыл Қорғаныс министрлігі әскерді мақтауға 217 миллион теңге жұмсаған. Қай медиа қазақ әскерін жарнамалап жүргенін және мұның неге дұрыс емес екенін тарқатып айтамыз. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Министрлік екі келісімшарт жасасқан. Оның бірін Астана арнасы, Азаттық рухы сайты, Литер газеті кіретін Нұрмедиа холдингі мен екіншісін Время баспасымен жасасқан. Бұл медиалар сайттарында, арналарында, порталдарында әскерді мақтап, олардың жетістіктерін айтып, мақалалар жазуы керек. Телеарналар сюжет түсіріп, газеттер мақала жариялау қажет. Кейін бұл олардың әлеуметтік желісіне де шығуы керек екен. Мұның несі дұрыс емес? Ведомствоның ойынша, мақтап жазатын мақалалар қазақстандықтардың қарулы күштерге деген сенімін арттырадымыз. Дегенмен, елде бұл факторды көрсететін статистика болмағандықтан, мақсаттың орындалып жатқанына күмәніміз бар. Оған қоса кейінгі жылдары Қазақстанның қарулы күштері медиада жиі сынға ұшырап жүр. Сарапшылар мен журналистердің айтуынша, Қорғаныс министрлігі өркендеудің бейнесін ғана жасайды, ал іс жүзінде олай емес. Бірінші себеп қаңтар оқиғасы. Қаңтар қырғыны нақты қауіп төнген кезде күштік құрылымдар дәрменсіздігін көрсетті. Қазақстан ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы одақтастарының, атап айтқанда Ресейдің көмегіне жүгінуге мәжбүр болды. Кейбір сарапшы Қасым-Жомарт Тоқаевтың мұндай қадамға баруына, оның Қазақстанның күштік құрылымдарына сенбеуі себеп болды деп есептейді. Екінші мәселе әскердегі әлімжеттік. Бәйгеньюз KZ сайтының жазуынша, әскердегі зорлық-зомбылық ауыр жарақаттарға ғана емес, сарбаздардың өліміне әкеліп отыр. Сол себепті жыл өткен сайын әскерге барғысы келетін адамдар саны азайып жатыр. Былтыр жағдайдың ушыққаны соншалық, Тоқаев әскери қызметкерлер арасындағы әлімжеттікті жою үшін комиссия құруды тапсырды. Сіздіңше, Қорғаныс министрлігінің осы проблеманы шешудің орнына мақтап жазатын мақалаларға миллиондап қаржы жұмсауы қаншалықты дұрыс? Бүгінге бізде осы, келесі кездескенше.